Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ел астанасында тағы да дау шықты. Бұл жолы Нұр-Сұлтанда үйлеріне кіре алмай жүрген үлескерлер әкімдіктің есігін бұзып кіруге деген ұмтылды. Далада қаңғып қалған жұрттың ашуы тым қатты, өйткені 7 жылдан бері қаңырап бос тұрған үйді халықтың өзі салып бітірген. Енді әкімдік оларға қолдарында тұрған жылу мен жарықты бермей отыр. Үлескерлер елорданың басшысы Алтай Көлгіновтен сыртқа шығуын талап етіп, тура әкімдік ішінде айқайға салды. Фемида деп аталатын тұрғын үй кешені 7 жылдан бері қаңырап бос тұр. Сол уақыт ішінде уақытылы құрылысты аяқтамаған компания басшылығы бас бостандығынан айырылып жазасын өтеп те шыққан екен. Ал үлескерлер өз күшімен 1 миллиард теңгеге жуық ақшасын салып, үйді салып бітірген. Тұрғындардың бар базынасы 225 пәтерлі үйді жылу мен жарыққа қосу керек. Әкімдік үлескерлерге ұзақ жылдар бойы құрғақ уәде беріп келген. Уәдеге әбден тойса да үлескерлер күнде мәселе шешілер деген үмітпен жүр. Табалдырығын әбден тоздырған Көлгінов басқаратын әкімдікке бұл жолы тағы да келді. Қала басшысының шығуын талап етті. Қаншама қағаз жазылды, бір қағазды қайта-қайта сұрай береді. Жоғарғы сотта да болдық, бас прокуратурада да болдық. Бармаған жеріміз қалған жоқ. Ешкім біздің сөзімізді сөйлемейді. Біз олардан ақша сұраған жоқпыз. Біз өзіміздің ақшамызбен бітірдік. Енді кіру керек, қазір қыс болды, далада аязды көріп тұрсыздар. Кіре алмай отырмыз дейді үлескердің бірі Бақыт Күзембекова ханым. Улап-шулап қала әкімдігінде дау туғызған жұрт бір сағаттай шенеуніктерді күтті. Елордалық ақ жағалыны көре сала олар бас салды. Әділдіктің символы Фемиданың атымен аталатын тұрғын үй кешенінің үлескерлері ешқандай әділдіктің жоқтығын айтады. Өйткені үйдің жанындағы бизнес нысандар бой көтере салысымен жылу мен жарыққа қосылыпты. Мұны бірінші рет естігенде кейіп танытқан шенеуніктер әкімдіктегі жиналған жұртты далаға шығаруға, басқа ғимаратта орналасқан басқармада сөйлесуге тырысқан болатын. Тағы да уәде берді. Алайда бұл уәде 28 қарашаға дейін бекітілді. Оған дейін барлық коммуникация қосылады деді Орта сапа және бақылау басқармасының басшысы Дәулет Досқұлов. Аязда баласын құшақтаған ана, ақ жаулықты апалар мен еңгезерде жігіттер де әкімдік қызметкерінің айтылған сөзіне ақыры сенді. Яғни алдағы жексенбіні күтетін болады. Қалай ойлайсыз? Дәл осы үлескерлердің дауы қандай жағдайда шешімін табуы мүмкін? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.